Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Өте жұмсақ, тез дайын болатын чак-чак рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге жұмыртқа, сода, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды ысып тұрған майға пісіріп аламыз. Мен өзіме осылай ақшылдау болып піскен ұнағандықтан осындай сәл ағарттым да содан кейін сүзіп алдым. Егер сізде сарғыштау болған қаласаңыздар, тағы да 1-2 минутта пісіріп аласыздар. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.